Күндердің бір күні Қазыбек би атамыз үлкен бір даулы мәселемен барады. Қайтып келсе, арқада елі жоқ, қалдан серен шауып кеткен екен, қалмақтың ханы. Содан бірден ат басын қалданның ауылына бұрады ғой жаңағы. Қалданның ордасына келіп, ей қалдан дейді. Қалдан сенің қалмақтың ханы. Ей қалдан сен елді шабуды қоймадың. Мен елші болып келуді қоймадым. Мұның қалай дейді. Сонда қалдан серен шығып, ей айналайын Қазыбек жан. Бұл жолды елді шабуындағы мақсатым сені алдыма келтіру болған. Ел жаның аман, мал жаның аман. Сен білесің ба, кезінде маған 12 жасында елші болып келген кезде біз қазақ деген мал баққан елміз. Ешкімге соқтықпай жай жатқан елміз. Еліміздің шетін жау баспасын деп найзаға үкі таққан елміз деп. Маған келген кезде сенің жүрегіңдегі рухты көріп, көзіндегі отты көріп, ай осыдан бір тұқым алсақ деп ойлап едім дейді. Сонда құда болайық, не қыз бер, не қыз ал деген екен. Сенен бір тұқым алсам деген етім болып еді деген екен. Ана азаматтың қадірін біліп тұр ғой. Көрдің ба? Қас жауының өзі бір-бірімен қырқысып жатыр, бірақ Қазыбектің жаңағы азаматтығын біліп тұр, тектілігін біліп тұр. Тектіден текті ұрпақ алғысы келіп тұр қалдан серен өзінің жауы. Көрдің ба? Сонда жаңағы саған беретін қызым жоқ, берсең өзің бер деген екен біздің атамыз Қазыбек би. Неше ұлың бар деген екен? 1,5 деген екен. Оу Қазыбек, сенде тепсе темір үзетін 5 ұлың бар деп естуші едім ғой дейді. Сонда айтқан екен, елге еге болатын ұлым біреу дейді. Қалғаны қатын мен малға еге болатындар жартыға санам деген екен. 1,5 ұлым бар деп жаңа 5 ұлын санаған ғой. Елге еге болатын біреу, қалғаны әйел мен малға ие болатындарды, дүниеге ие болатындар жартыға санам дейді. Сонда қалған 4 ұлының өмірбаянын оқысаңыз, 4-еуі де батыр, 4-еуі де шешен. Бірақ бағанағы елге еге болатын ұлың кім дегенде Бекболат деген. Бекболат орта жүзді басқарған Абылай ханның оң қолы болған, үлкен ақыл иесі. Сол Бекболатқа ендеше мә деп өзінің Топыш деген атақты сұлу қызы болған. Бұл сұлу қызға көз түспеген қалмақ қалмаған. Уәзірлер, батырлары қалмақтың небір бәрі ғашық болған. Солардың біріне бермей біздің Қазыбек би атамыздың жаңағы ұлына берген ғой. Содан Тіленші туған. Тіленші де бағанағы кімнен кейін Бекболат деген орта жүзді басқарған үлкен би болған, шешен болған. Көрдің ба? Сонда өзінің қас жауына, дінсіз кәпірге өзінің қызын бермей тұр. Сонда өзінің қас жауына, дінсіз кәпірге өзінің қызын бермей тұр. Ал бүгінгі біздің қыздарымыз ойланбастан кетіп жатыр. Ондағы нәрсе не? Дүние. Дүние деген нәрсе боқ, айналайындар. Бүгін бар, ертең жоқ. Сол Қытайдың бар пақашаян жегеннен не пайда ол? Одан да қазағыңмен бірге қазғартаңды жеп, қымызыңды ішіп, сонымен бірге отынмен кіріп суына шығып, ауылда тұрсаң да, осы туған жеріңде ата-анаңмен бірге қасында болып, одан асқан арман бар ма? Қазақтың санын көбейтіп, ата-аналарыңыз сізді бала кезіңізден бастап мәпелеп өсірді. Құндақтағы сәби 9 ай 9-ын көтерді шешеңіз. Өлім мен өмірдің ортасына жатып сізді босанды. 2 жыл емізді. Әкең бүткіл жағдайын жасады. Сыртта жүріп ақшаңды, телефоныңа дейін бүткіл киімдеріңді. Енді міне қызымның қызығын көрем. Ұлды ұяға қондырам, қызды қияға қондырам. Құда болам, төрде отырам. Ертең немере сүйем деген кезде бір қысық көз Қытайдан барып үйленіп атсаң, ят емес па ол? Әке шешеңнің намысы қайда? Олардың берген тәрбиесі қайда? Айналайындар. Сондықтан әрбір қазақтың қызы ойлану керек. Ол дүние деген нәрсе боқ. Ертең сол өзінің осында қазақтың жігіттері байиды. Бас екеу болмай, мал екеу болмайды дейді. Қаншама достарымыз бар. Студент болып үйленіп атап, кейінде үйін алып, мәшинесін алып, жағдайын жасап атқан. Алла тағала беріп те сынайды, алып та сынайды. Дүние бүгін бар, ертең жоқ. Бірақ адамзатты сұлулықпен, мансаппен, байлықпен дүниемен өлшеуге болмайды. Адамзаттың өлшемі оның руханиятында, оның тектілігінде, мәрттігінде, оның адами құндылығында оның. Міне нағыз адам, міне текті адамға үйлен. Көрдің ба? Сонда сенің ұрпағыңда текті болады.